Облыста мемлекеттік қызмет көрсету сапасы артқан. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлім етілді. Ағымдағы жылдың 9 айында 8 миллионнан астам қызмет көрсетілген. Бүгінгі таңда облыстың 20 қаласы мен ауданында 648 мемлекеттік орган жұмыс істейді. Өткен жылмен салыстырғанда 2 мемлекеттік органға азайған. Алайда осы жылы мемлекеттік қызметкерлердің сапалы құрамының оң динамикасы байқалады. Бұдан бөлек гендерлік саясатта сәтті жүзеге асырылуда дейді сала мамандары. Успешно реализуется гендерная политика. Мемлекеттік қызметкерлердің 89%-ның жоғары білімі, 11%-ның орта арнаулы білімі бар. Орташа еңбек өтілі 11 жылдан асса, жас мөлшері 40 жас. Осы қызметкерлердің жалпы санының 30%-ы 35 жасқа дейінгі жастар. Сонымен қатар бізде гендерлік саясатта жақсы нәтиже көрсетуде. Себебі қызметкерлердің 61%-ы әйелдер, оның 735-і басшылық қызметте. Бір қуантатыны соңғы жылдары облыста кадрын тұрақтылығын байқауға болады. Онымен қоса жұмысқа қабылдау аясында түрлі жобалар, іс-шаралар жүзеге асуда. Мәселен, жергілікті органдардың ішкі байқауларының қорытындысы бойынша 107 үміткер қабылданды. 76 үміткер жоғары лауазым иесі атанды. Предусмотрено также внеконкурсное назначение. Мәселен, 2023 жылы облыста 1609 мемлекеттік қызметші оқытылды. Мемлекеттік басқару академиясының филиалында 1589 адам, мемлекеттік басқару академиясында 11 адам. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінде 9 адам оқытылды. Сонымен қатар 2023 жылы алғаш рет қалалар мен аудандар, атап айтсақ Алтынсарин, Денисов, Қарабалық, Федоров аудандары мен Рудный қаласы әкімдерінің тікелей сайлауы өтті. 5 әкім сайланды, 16 кандидат келісілді. Бір кандидат бекітуден бас тартылды. Онымен қоса мемлекеттік грантпен білім алған жоғарғы оқу орындарының үздік түлектері үшін мемлекеттік қызметке жұмысқа орналасуға жобалар жүзеге асырылуда. Олар аудан, ауылдардағы төменгі буын лауазымдарынан конкурстық іріктеуден өтпей-ақ еңбек жолын бастай алады дейді маман иелері. Айдана Манатқызы, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.